Annyeonghaseyo 여러분, сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабақта біз дауысты әріптерді өтетін боламыз. Алдыңғы сабақтарда дауыссыздарды 14 дауыссызды бөліп қарастырған болатын едік. Енді бүгінгі сабақта біз дауысты дыбыстарды қарастырамыз. Жалпы корей тілінде 10 жай дауысты дыбыстар бар. Олар А, О, О, У, И, Я, Йо, және Ю. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, бұл 10 жай дауыстылар көрсетілген. Яғни әрқайсысы тік таяқша және көлденең тұрған таяқша арқылы жасалынады. Яғни корей тіліндегі барлық дауыстылар тік және көлденең таяқшамен жасалынады. Өте оңай. Ал бүгінгі өтетін 5 дауыстыларымызды нақтылап қараймыз. Келесі кестеге назар аударамыз. Бірінші әріп ол А. Яғни әрбір алфавит А әрпінен басталады. Корей тілінде А жоғарыдан төмен түсірілген таяқша және оңға түсірілген таяқша. Мұнда кестеде көрсетілгенде стрелка сызбалармен төменге және оңға қарай деп көрсетілген. Яғни барлық жазбалар корей тілінде төменге оңға қарай жазылған. Және А әрпін айтқан кезде біздің қазақ тіліндегі А-ға қарағанда сәл ашығырақ айтасыздар. А. Төрт бұрышты берілген, төртке бөлінген, төрт бұрышты жазбаша, төртке бөлінген, соның дәл ортасында төменнен жоғарыдан төменге қарай бір сызық және оңға қарай жартылай сызық. Дәл тік тұрған, вертикалды тұрған таяқшаның ортасынан сызық сызылады. Бұл А әрпі. Келесі әрпіміз О. Дәл Аға ұқсайды, бірақ тек керісінше қарама-қарсы қарап тұрған сияқты. Жоғарыдан төменге қарай сызық және көлденең тұрған сызық оң жағында тұрған жоқ. О әрпінде сол жағында тұр. Бірақ О бұл біздің кәдімгі қазақ тіліндегі О мен әріптері сол екеуінің ортасындағы дыбысталу деп айтсақ та болады. Яғни бұл О әрпін айту үшін тілімізді, ернімізді дауысын айтуға арналғандай дөңгелектейміз де, бірақ О-ны дыбыстаймыз. О. Сәл жуандау келген О деп айтамыз. Келесі әрпімізде неге О деп таңғалып тұрған шығарсыз, оның қасына жұлдызша қойып қойдым. Назар аударыңыздар, ол алдыңғы Оға қарағанда сәл басқаша. Яғни жазылу мүлдем басқа. Мұнда көлденең және вертикалды, яғни бағанағы тік тұрған О енді жатып қойған сияқты көрінеді, көлденең астындағы көлденең сызық және жоғарыдан төмен қарай вертикалды қысқаша сызық. Бұл О-ның айырмашылығы У мен О әріптерінің ортасындағы дыбысталу. Яғни У-ды айтайын деп тұрғанда ерін пішін мүсін жасап аласыздар да, бірақ О-ны айтасыздар. Яғни О алдыңғы әріпке қарағанда У-ға ұқсайды, бірақ О, яғни У мен О әріптерінің қосындысын айтып тұрған сияқты айтасыздар. О. Келесі әріп назар аударамыз. У, яғни алдыңғы О сияқты, бірақ керісінше енді төмен қарай. Барлық әріптер бір-біріне ұқсайды, шатастырып алмаңыздар, бірақ жаттауға оңай болады осылай. Бір-біріне ұқсайды, өте оңай дауыстылар. Тек қана екі таяқша сызықшаны ғана көмегімен жасалынған. Назар аударыңыздар. У әріпі ол көлденең горизонталды түрде, ал вертикалды таяқшасы астыға қарай жылжыған. Мұнда стрелкалармен көрсетілген қалай жазу керек екендігі. У, ал келесі соңғы бүгінгі өтетін әріпіміз А әріпі. Ол тек қана бір таяқша. Горизонталды тұрған тек бір таяқшаның ғана көмегімен жасалған. Менімен бірге қайталап айтамыз достар. Бірінші әрпіміз А. О. У.
келесі суретте көріп тұрғандарыңыздай осы әріптерді бір-бірден жазып жаттығасыздар. Дәптерге әрбір әріпті көлденеңнен тордың соңына шейін жазып жаттығасыздар. А әрпінен кейін мұнда кабан А әрпін қолданған сөздерді жазып үйрендік. Келесі сабақтарда енді осы әріптерден сөздер құрастырып үйренетін боламыз. Кабан дегенде қолданатын А әрпі, кабан дегеніміз сөмке, мұнда А әрпі жазылған. Осы кестедегідей Аны бірге жазып үйренеміз. Келесі О әрпінің қасында жазып жаттығуға арналған аго. Оны жуан айтып тұрмын, байқадыңыздар ма? Оны да жазып жаттығасыздар. О. Келесі О. Ойи. Қияр. Усан. Усан дегеніміз қол шатыр. Осы қол шатырды жазған кезде қолданылатын У әрпі. Достар, менімен бірге қосылып жазып жаттығамыз. Қазір қалай жазып отырмын, сонда бірге қайталап жазасыздар. Дауысты дыбыстар өте оңай. Келесі суреттерге назар аударайық. Әрбір әріптен басталатын, сол әріптерден басталатын сөздерді мысалға жазып келтірдім. Бірінші суретке қарайық. Аги, бала. О, омони, ана. Ои, қияр. Усан, қол шатыр. Ыттым, мықты, керемет деген мағынаны білдіреді. Олай болса, достар, басынан бастап әріптерді қайтадан қайталап, бірге қосылып жазамыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерге өте пайдалы болады деп сенемін. Бұдан да басқа тағы қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 구독과 좋아요, 알림 설정